Тед Банди нағыз киножұлдызға ұқсайтын. Ұзын бойлы келген, келбетті, әдемі, күлкісі бар. Ол өте ақылды, әдепті, тілге шешен адам болады. Бірақ жақсы адамның рөлін сомдап жүрген Тед Банди шын мәнінде Америка тарихындағы ең қауіпті қылмыскерлердің бірі болған. Біршама жас қыздарды зорлап өлтірген, түрмеден 2 рет қашып шыққан. Қысқасы, таза есуаз және айлакер адам. Бүгінгі видеода Тед Бандидің сұмдық қылмыстары жайында баяндап беретін боламын. Ал видеомыз басталмай тұрып, осы видеоға лайк басып, арнама жазылмаған болсаңыздар жазылып, қоңыраушаны мыжып кетіңіздер. Сіздерді Рилнар арнасында қош көрдік. Баршаңызға сәлем. 1970 жылдар христиан дінін ұстанатын отбасыдан шыққан, келбетті келген, психологтың оқуын аяқтаған студент жігіттің маньяк болып шығуына ешкім сенбейтін. Десек те, сот оның 30 шақты қызды аяусыз өлтіргенін дәлелдегенде, Америка жұрты шошыды. Тед Банди нағыз зұлым еді. Оның тұлғасы мен психикалық ерекшеліктері криминалистер үшін әлі күнге дейін жұмбақ болып қалуда. Сот барысында Тедтің есі дұрыс екендігіне бәрінің көзі жетті. Қаншер мемлекет ұсынған қорғаушыдан бас тартып, өзін өзі қорғауға кірісті. Куәгерлерден жауап алды. Ол өзін құдды бір жала жабылған Голливудтық жұлдыздай ұстады. Әдемі сөйлеп, алқибелерге күліп отырды. Сот қызметкерімен сөз таластырды. Неше түрлі әзілдер айтып, сотта отырған адамдарды күлдірді. Тед бұл істен құтылып шығатынына толықтай сенімді болды. Сол себептен сот оның барлық тармақтар бойынша кінәлі екенін дәлелдеп, оған ең қатаң жаза шығарғанда, яғни өлім жазасына кескенде, Тед орнында қатып қалды. Онымен бірге бұл істі бақылаған мыңдаған американдықтарды. Әсерлі әрі білімді жас жігіттің мұндай хайуандықты жасағанына ешкім сене алмады. Электр орындығында өлім жазасына кесілмей тұрып, Тед Банди қоғам малғұн, жаман және қауіпті адамдарды тани аламыз дегенге сенгісі келеді. Бірақ олар қателеседі, деп айтады. Мен хайуан немесе ес ауысқан емеспін. Менде тұлғалық екіжүзділік жоқ. Мен қарапайым адамын. Деген сөздермен Тед Стивен Мишо есімді тілшіге берген сұхбатында әңгімесін бастайды. Стивен оған балалық шағы туралы айтып беруді сұрағанда, Тед күліп тұрып, барлығына себеп және оның салдары деген идея ұнайды. Олар бала кезде оны әкесі ұрып соғатын деп айтқысы келеді. Бірақ бұл бос әңгіме. Менің өмір баянымда ертең адам өлтіруге түрткі болатында ештеңе болған жоқ. Тед өз балалық шағын ең бақытты кездердің бірі деп санайтын. Ал психологтардың оның маньякқа айналуына себеп болған балалық жарақаттарын іздегенінде оларға күліп отыратын. Тедтің сөзінше ол жақсы, тату, зорлық және жаман әдеті жоқ отбасыда өскен. Тед 24 қараша 1946 жылы Берлингтон қаласында туылған. Сосын бірнеше жылдан кейін анасымен Вашингтон штатындағы Такома қалашығына көшіп, сол жақта мектепке барған. Тедтің достары көп болған екен. Әр жексенбі сайын Тед анасы және өгей әкесімен шіркеуге барған. Ал жай күндері көрші балалармен ойнаған екен. Мен озат оқушы болатынмын. Сынып басы болғым келетін. Жеңіл атлетикамен айналысатынмын. Демалыста коньки тебетінмін. Мен ең үздік жігіттердің бірі болдым. Дегеніне қарамастан, Тедтің сыныптастары мен көршілерінің әңгімесі мүлде басқа болды. Олар Тедтің тұйық мінезді бала болғанын айтып берді. Ол тек үздік болып көрінгісі келетінміз. Олардың айтуынша Тед дұрыс сөйлеп білмейтін, адамдармен тіл табыса алмайтын, тіпті оқуды да қарқ қылмайтын. Кейбіреулер Тедтің психикасына жылдар бойы жасырған анасының құпиясы әсер еткен деп есептейді. Оның анасы күйеуге шықпай тұрып, Тедке аяғы ауыр болған екен. Және елге масқара болмау үшін
Тедтің ата әжесі оны баласы қылып алған. Осылайша біраз уақыт бойы Тед туған анасын әпкем деп жүрген. Тек туу жайлы куәлігін тауып алғанда бар шындықты біліп қойған. Психологтар бұл жағдайдың болашақ маньяктың психикасына әсер еткенін болжамдады. Десек те, Тед бұл болжамға мысқылдап күлді. Оларға еліміздегі көптеген балалар менікіне ұқсас жағдайға түскен. Бірақ одан ешкім маньяк болып кеткен жоқ қой, деп жауап берді. Мектепті аяқтағасын Тед жергілікті Puget Sound университетіне түседі. Бірақ бір жылдан кейін Вашингтон университетіне ауысып, психологияны зерттейді. Профессорлар Тед білімге ұмтылған ынталы студент болатын, деп еске алады. 1972 жылы Тед диплом алады, бірақ қай салада жұмыс істегісі келетінін білмейді. Алғашында Тед зорлық құрбандарына көмек көрсету орталығына жұмысқа кіреді. Ол жақта Тед қоңырауларға жауап беріп, өзіне қол жұмсағысы келетіндерді райынан қайтарып отырады. Ол тіпті зорлық көргендермен жұмыс жасауға арналған нұсқаулық жасайды. Және ол нұсқаулықпен бүкіл компания пайдалана бастайды. Көп ұзамай Тед жұмысынан шығып, саясатта бағын сынап көреді. Маньяктың саясаттағы жетістіктері туралы қысқадан нұсқа айтып кетейін. Ол саясаткерлермен саясаттың айналасында жүрген адамдармен көп араласады. Неше түрлі адамдармен танысады. Қоғам алдында жақсы адамның кейпін көрсету, сынды әдістерді үйренеді. Сол кездегі Тедтің әріптестері оның жақсы жігіт болғанын айтады. Қысқасы, сол кездері Тед елдің назарында болу күшті сезім екенін түсінген болар. 1970 жылдардың басында Тед Вашингтон университетіндегі курстасы Стефани Брукспен жүре бастайды. Жас қыз өте бай отбасыдан болатын, және Тед оның теңі емес екені айдан анық болды. Десек те, Тедтің сөзінше, ол нәрсе оған қатты кедергі болған жоқ. Керісінше, Стефани ол үшін тез көтерілуге жақсы мүмкіндік еді. Шамамен сол уақыттары Тед сары Volkswagen Жук сатып алады, және екінші жоғары білім алуға заңгер мамандығына тапсырады. Бірақ кенеттен әдемі болашақ Тедтің көзінше қирай бастады. 1973 жылдың жазында емтихандардың қорытындысы шығады. Және Тед мұндай орташа көрсеткіштермен беделді оқу орындарын армандамай қоюға болатынын түсінеді. Осылайша университеттің орнына жай заң мектебін таңдауға мәжбүр болады. Бұл жағдай Тедтің абыройы мен эгосына өте ауыр соққы болды. Оған қоса Стефанимен қарым-қатынасы да бұзылады. Байдың қызы жолы болмаған Тедті тастап кетеді. Стефани оның хаттарына жауап бермей, Тедтің өмірінен ғайып болады. Сол жаздың аяғы мен үшін қара түске боялды. Мен нағыз сұмдықты басымнан өткіздім, деп Тед еске алады. Бірінші ақпан 1974 жылы Вашингтон университетінің тәлімгері және ауа райы болжамының жүргізушісі Линда Хилли жұмысына келмейді. Оятқыштың дыбысын естіген қыздың көршілері оны жұмысына кетіп қалды деп ойлаған. Линданың бөлмесі реттелген, керуеті жиналған күйде болды. Бірақ студент қыз кешкісінде, ертесіне де үйіне оралмады. Оның пәтеріне полицейлер келгенде матрастағы майда қан іздерінен басқа ештеңе тапқан жоқ. Линда аман есен және ертелі кеш үйіне оралатынына үміттенуден басқа амал болмады. Көп ұзамай Сиэтлде тағы бір қыз жоғалады. Донна Гейл Мэнсон есімді студент кампустан шығып джаз концертіне бара жатып, сол күйі жете алмаған. Полиция қайтадан түк істей алмай тағы бір іс ашады. Айналада ешкім байбалам көтермеді. Тек Вашингтон штатында тағы 4 қыз жоғалмағанша. Ал ақпан айынан бастап маусымға дейін әр ай сайын бір қыз жоғалып кеткені белгілі болғанда адамдар шошып кетті. Жас қыздар қараңғы түскенде көшеге шығуға қорқып жүрді. Күндіздің өзінде топ-топ болып жүруге тырысты. Ал полицияда ешбір айғақ, ешбір күдікті адам болған жоқ. 14 шілде 1974 жылы Вашингтонда ауа райы керемет болды. Осыған орай 40 000 адам Сан-Мамиш көлінің жағажайына аттанды.
Демалысқа келгендердің ішінде жас қыздар көп болды. Мұндай көпшіліктің ішінде олар өздерін қауіпсіздіктеміз деп ойлады және қатты қателесті. 23 жасар Дженнис От және 19 жасар Деннис Насланд есімді қыздар жоғалғанда барлығы шок болды. Достарымен келген, жұрттың назарында жүрген қыздар қалайша ғайып болды. Полиция елтесі сол күні жағажайда демалған барлық адамдарды тергей бастады және жаймен алғашқы іздер көрінгендей болды. Кейбір адамдар жоғалып кеткен қыздармен бірге қолы гипстелген жас жігітті көрдік деп айтып жатты. Осылайша өзін Тед деп таныстырған жігіт екі қыздан көмек сұрап, сары түсті Volkswagen Жуыққа оларды алып кеткен. Содан кейін оларды ешкім көрмепті. Енді тергеушілер қылмыскердің болжамды есімін, көлігінің маркасы мен оның түсін анықтап алды. Одан бөлек куәгерлердің көмегімен қылмыскердің фотороботын жасап Сиэтлге таратты. Оған қоса полицейлер күдіктілердің тізімін құруға кірісті және бұл жұмыс оларға оңайға соққан жоқ. Вашингтон штатынан Volkswagen Жуығы бар мың Тед және Теодор есімді ер азаматтар табылды. Олардың барлығын тергеп шығуға полицияның шамасы жетпеді және қылмыскердің есімі шынымен де Тед екені үлкен сұрақ болды. Одан бөлек жедел желіге жүздеген қоңыраулар түсті. Көбісі қылмыскерді көрдік деп, немесе таныстарынан күдіктеніп жатты. Жедел топ барлық оқиғаларға назар аударуға тырысқанымен, әрқайсысына тоқталып жұмыс жасауға мүмкіндіктері болмады. Тамыз айында полицияға өзін Элизабет Клеффель деп таныстырған қыз хабарласады. Элизабет жігітінің әрекеттеріне уайымдап жүргенін айтты. Жігітінің есімі Тед Банди және оның сары түсті Volkswagen Жуығы бар екен. Элизабет Тедпен біраз уақыттан бері кездесіп жүрсе де, одан күдіктенетінін айтады. Мысалы, жігіті жатақханадан бір қызды аңдығанын, кеш батқанда адамдарды аңдитынын, пәтерінен қыздардың іш киіміне толы қапты тауып алғанын, көлігіндегі пышақты және бірнеше гипс байлауыштарын тауып алғанын жеткізді. Тергеушілер Элизабеттің қатты қорқып тұрғанын, бірақ күдіктеріне толық сенбейтінін байқайды. Оның бойынан қатыгездік байқаған емеспін. Мұндай лас істер жасай алатындай ештеңе болған емес, деді Элизабет. Десек те полиция Элизабеттің оқиғасына қатты назар аударды. Тед Банди есімі және көлігінің маркасынан бөлек, Вашингтон университетінде жоғалып кеткен радио жүргізуші қызбен бірге оқыған. Сиэтлде тұрады және сұмдық оқиғалар кезінде анықталған алибиі болған жоқ. Енді жедел топқа Тедті тергеуге салмақты негіздеу ғана қажет болды. Өйткені оның жоғалған қыздарға физикалық тұрғыда ешқандай қатысы болған жоқ. Полиция Тедтің суретін жағажайдағы куәгерлерге көрсетеді де таң қалады. 8 куәгердің жетеуі Тед Банди мен қылмыскер Тед екі бөлек адамдар деп айтады. Жаймен тергеушілердің өздері Элизабеттің жігіті қылмыскер екеніне күмәндана бастайды. Ешқашан сотталмаған заңгер студент бұл іске күдікті болуы мүмкін емес сияқты еді. Көп ұзамай 6 қыркүйек күні Саммамиш көлінің айналасында серуендеп жүрген екі аңшы қорқынышты нәрсе тауып алады. Дженнис От және Деннис Насландтардың жоғалған жерінен бірнеше километр жақтан олардың қалдықтары табылды. Одан бөлек бірнеше бөгде сүйектер табылды. Кейінірек олар маньяктың бірінші құрбандарының қалдықтары екені анықталады. Тергеушілер табылған мәйіттердің қалдықтарын зерттеп болғасын, жас қыздарды зорлап, жаппай өлтіретін маньякпен жолыққандарын түсінді. Және құпия қанішердің өз қылмыстарын аса қатыгездікпен жасағанын айта кету керек. Ол қыздарды өлтіріп қана қоймай, олардың қалдықтарын жабайы аңдар жесін деп лақтырып жүрген. Және ең сорақысы, Тед есімін жамылған құпия маньяк тағы бір қызды өлтірмегенше, оның ізіне шығу мүмкін еместігін тергеушілер мойындады. Ал Тед Банди сүйіктісі Элизабетті тастап, Солт-Лейк-Ситиге, Юта университетіне оқуға көшіп барады. Және сол жақта ол қасиетті соңғы күндердің Иисус Христосы шіркеуінің мүшесіне айналады.
18 қазан полиция бастығының қызы Мелисса Смит Солт-Лейк-Сити маңайында жоғалады. 9 күннен кейін байғұстың мәйіті жақын жердегі тау жақтан табылды. 2 аптаға жетпей тағы бір қыз ғайып болды. 17 жасар Лора Энн Эймнің қалдықтары үлкен шатқалдан табылды. Жергілікті полиция 2 құрбанды да қылмыскер зорлап және нейлонды шұлықтармен қылқындырып өлтіргенін қорытындылады. Алайда көршілес Вашингтонда осыған ұқсас 8 іс ашылғанын білген жоқ. Бір жағынан, сол жылдардағы жүйенің осал жері департаменттердің өзара ақпаратпен бөліспеуі және біртұтас дерек қорының жоқтығы болды. Яғни қылмыскер алыс қашықтыққа кеткен сайын оның қолға түсуі қиындай беретін. Және Тед Банди ол жайында жақсы білетін. Сондықтан жас қыздардың жоғалу толқыны Колорадо штатына жеткенде полиция бұл сұмдықтың көлемі қаншалықты үлкен екенін білген жоқ. Тек бір ғана қыздың жолы болып кетіп, азапты өлімнен аман қалды. 18 жасар Кэрол Даронч, Солт-Лейк-Ситидің тұрғыны. 8 қараша күні жас қыз жергілікті сауда кешенінде серуендеп жүрген. Бір кезде оған келбетті келген жігіт жақындап, өзін полицеймін деп таныстырған. Ол Кэролдың көлігін біреулер бұзып, тонап кетті деп айтқан және бөлімшеге бірге барып арыз жазуын өтінген. Бірақ сары Volkswagen Жукты көргенде Кэрол оның полицей екенінде күмәндана бастаған және әлгі полицейден құжаттарын көрсетуін сұраған. Жалған полицей күліп, жетонын көрсеткен. Көлік тұрағынан алыстағасын Кэрол бөлімшеге емес басқа жаққа бара жатқанын сезеді. Кэрол көліктен шығып үлгереді. Жалған полицей артынан қуалап, оны жерге құлатады. Екеуі біраз алысқаннан кейін Кэрол қашып үлгереді. Жолда кетіп бара жатқан көлікке қарай жүгіріп, көмек сұрайды. Сосын көлікке отырып, тіке полиция бөлімшесіне қарай зуылдайды. Байғұс қыз қылмыскерді толықтай сипаттап беріп, арыз қалдырады. Арадан апталар, айлар өтеді. Бірақ қылмыскер сол күйі табылмайды. 1975 жылдың тамыз айы, түн. Солт-Лейк-Ситидің маңында жүрген патруль өшулі фаралармен жүрген көлікті байқайды. Және ол күмәнді болып көрінген соң оны тоқтатады. Ол көлік сары Volkswagen Жук болып шығады. Рульде Тед Банди отырды. Кэрол Дарончтың ісіне байланысты осы маркадағы көлік іздестіріліп жатқасын полицей Тедті бөлімшеге алып кетеді. Тед суыққандылықты сақтап түк болмағандай отыра берді. Ол аздай кепілдікке босатылып шығып кетті. Полицейлер Кэролды шақырып қылмыскерді тану процедурасын өткіземіз дегенде ғана Тед қысылып бастады. Сосын тез өзін қолға алып, бәрін қатырамын деп ойлаған шығар. Кэролмен жолығатын күні Тед Бандиді полиция бөлімшесіне алып келеді. Бірақ оның түр әлпеті түбегейлі өзгеріп кетті. Басқа киім киген, шашы басқаша таралған, сақал мұрты алынған. Бірақ Тедтің қулығына қарамастан, Кэрол оны алып қашқан адамды танып қойды. Көп ұзамай Тед сот алдында тұрды. Оны кінәлі деп белгісіз мерзімге тұтқындады. 1 жылдан 15 жылға дейін, Юта штатының заңдарына сәйкес. Одан бөлек Тед туралы жергілікті газеттер мақалалар жариялады. Сосын ол мақалаларға басқа басылымдар назар аударды. Ақыр соңында Вашингтондық басылым басты бетіне Ютадағы Тед, Сиэтлдегі Тед болса ше деген тақырыппен мақала жариялайды. Әлеумет бұл мәселені кең талқылай бастады. Ал жас қыздардың өлімі болған штаттардың полицейлері Ютаға Тед Бандиді тергеуге келеді. Осылай қорқынышты құпиялар ашыла бастайды. Қазан айында Колорадо штатының тергеушілері Тед Банди мен қыздардың өлімін байланыстыратын салмақты айғақтар табады. Олар Юта штатына қылмыскерді көшіру туралы өтінім береді және келісім алады. Барлығы Тед бұл әрекетке қарсы дауласады деп ойлады. Өйткені оны Колорадо штатында 1-ші дәрежедегі кісі өлімінде айыптап жатты. Ол деген сөз тек өлім жазасы. Бірақ Тед қарсылық білдірген жоқ. Журналистер оның адвокатынан Тед неге олай істеді деп сұрағанда, қорғаушы ол жеңіп шығатынына сенімді. Сол жаққа барып, сотты жеңіп шығатынына сенімді деп жауап береді. Тед шынымен де еш уайымдамады.
Колорадоның Аспен қаласына жеткесін ол журналистермен ашық сөйлесті. Өзінің кінәсіз екенін айтып жүрді. Одан бөлек кітапханадан шықпады. Уақытының басым бөлігін заң әдебиетін зерттеуге жұмсады. 7 маусым 1977 жылы кезекті сот отырысының үзіліс уақытында Тед оны құқық анықтамалары жатқан бөлмеге апаруға өтінім білдіреді. Сот отырысына дайындаламын дейді. Тедті есіктің арғы жағында күзетші күтіп тұрды. Бір кезде ешкім күтпеген жағдай орын алды. Сотталушы ғимараттан ғайып болды. Күзетші байқамайтын сәтті тосып, Тед терезені ашып, екінші қабаттан секіріп қашып кетеді. Аспен қаласының шерифі жұрттың алдында кінәсін мойындап, қылмыскерді жақын арада қолға түсіреміз деп хабарлайды. 6 күн бойы Тед Банди тауда жасырынып жүреді. Бірақ ауа райының бұзылуына байланысты қалаға түсуге мәжбүр болады. Оны қайтадан тұтқындап, қамауға отырғызады. Аспенде қауіпсіздік орнады, деп жергілікті телеарналар қуанып жатты. 6 күннің ішінде Тед 11 килограмм салмақ тастаса да, өзіне деген сенімділігін жоғалтпады. Ол фотокамералардың объективіне күліп қарап, журналистермен амандасып жүрді. Полицейлер мені депрессияға түсті деп ойлады. Мен әбден шаршағасын сынып кетеді деп жүрді. Олар қатты қателесті. Деп кейін Тед еске алады. Тедті қатаң бақылауға алды. Күзетшілерді көбейтіп, камераға 2 құлып салды. Десек те 1978 жылы жаңа жыл қарсаңында Тед қайтадан қашып шығады. Бұл жолы Тед бар тапқырлығы мен айлакерлігін іске қосты. 63 килограммға дейін асып кеткен қылмыскер камераның төбесіндегі люктан өтіп, күзетшілердің бөлмесіне түседі. Ол жақта түрме күзетінің формасын киіп, ғимараттың негізгі есігінен шығып кетеді. Бандидің екінші рет қашып кеткені біз үшін нағыз қорқынышқа айналды. Ол ғайып болды. Оның қайда екенін ешкім білген жоқ, деп тергеушілер еске алады. Уақыт өтіп жатты. Полиция шарасыз отырды. Колорадо штатынан тыс, Вашингтон және Юта штаттары да қорқынышта өмір сүрді. Полиция Тедтің бұрынғы қызы Элизабет Клефферге хабарласады. Бүкіл туыс, таныстарын тінтіп шығады. Бұл іске тіпті ФБР де қосылады. Тед Банди Барадау деген штаттарға өз адамдарын жібереді. Тед Банди ФБР мен полицияның қалай жұмыс істейтінін білетін. Сол үшін Американың оңтүстігіне қарай бет алады. Ол жақта оны ешкім танымайды ғой. Әдет адамға тән қасиет екенін ФБР жақсы біледі. Біз жақсы көретін заттар, ұнайтын істер бар. ФБР жай ғана сенің сол әдетіңе оралғаныңды күтіп отырады. Адам өзіне қарап, қандай салада мен көзге түстім деген сұрақ қою керек. Сосын соны өзгертсе, жаңа тұлға жасауға болады. Ол қиын емес, деп Банди еске алады. ФБР-дің қателігі өте қымбатқа түсті. 14 қаңтар 1978 жылы Тед Банди Флорида штатындағы Талахаси қаласында болды. Жергілікті қыздар жатақханасына кіріп, ұйқыдағы 5 қызға шабуыл жасайды. Олардың екеуі есін жинай алмай көз жұмады. Ақпан айында Тед батыс жақта болды. 12 жасар Кимберли Дайнличті алып қашып, оны зорлап, өлтіріп тастайды. Бұл сұмдық тек 12 ақпан күні аяқталады. Тед Банди Талахаси қаласына оралғанда. Полиция қызметкері ұрланған көлікті тоқтатып, жүргізушіні тұтқындайды. Бірақ көлікте болған адам өзінің шын есімін айтпай қояды. Ол кезде полиция ФБР итпен іздеп жүрген ең қауіпті қылмыскерді қолға түсіргенін әлі білмейді. Полицейлер оған барынша қысым көрсетіп, аты жөнін біліп алмақшы болды. Ақыр соңында Тедтің шыдамы бітіп, Элизабет Клефферге қоңырау шалсам ғана шын есімімді айтамын дейді. Элизабет Тедпен сөйлесіп болғасын бірден Сиэтлдің полициясына хабарласады. Осылай Вашингтоннан бастап Флоридаға дейін барған қанды оқиғалар бір-біріне жалғанды. Ол маған қарапайым өмір сүруге тырысқанын айтты, бірақ қолынан келмепті, деп Элизабет еске алады. Банди бұл жолы құтылып шыға алмайтынын анық түсінді. Оны бірнеше штатта кісі өлімінде айыптады. Бүкіл Америкадан жиналған тергеушілер оны ең қатаң жазаға кесілгенін талап етті. Бірақ соған қарамастан
Тед Банди кінәсін мойындаған жоқ. Кезекті тергеу кезінде Тед Банди бүкіл тергеушіні мына сөзімен шошытып жібереді. Сендер бұл қылмыстарды жасаған адамды тапқанда, өліп кеткен қыздардың саны 3 белгілі болады. Және Американың 6 штатында. Тед Бандидің соты 1979 жылы Флорида штатының ең шулы оқиғасына айналды. Тарихта алғаш рет сот процесі Американың 50 штатынан келген бақ өкілдері мен 9 мемлекеттен келген журналистердің назарында болды. Ал процесс басталмай жатып, сот қызметкерінің алдында психотерапевттің тұжырымы жатты. Ол жерде Тед Бандиге озбырлық ұстамалары тән, бірақ ақыл есі дұрыс делінген болатын. Тіпті Тедтің өзі есім дұрыс деп отырды. Сол себептен Тед Банди кінәлі болып табылса, оны өлім жазасына ойланбай кесетін. Мемлекет ұсынған адвокат Тед Бандиге тергеушілермен келісіп кінәңді мойында. Сол кезде тек өмір бақи бас бостандығынан айырады, деп кеңес береді. Тед адвокатына құлақ асқандай болды. Сот 1 маусым күні ол кінәсін толықтай мойындайды, деп күтті. Бірақ 1 маусым күні таңертең Тед Банди ойыннан бас тартты. Сот қызметкерінің алдында тұрып, Тед Банди: «Мені кінәлі деп санайтын адвокатпен жұмыс істей алмайды екенмін. Маған өзімді өзім қорғауға мүмкіндік беріңдер», деп айтады. Ол келісімге бармағанда оның соғыссыз берілмейтінін түсіндік, деп еске алады айыптаушы тараптың адвокаты. Тед Бандидің тарапында жаңа адвокат пайда болды. Маргарет Гуд есімді жас қыз. Ол Тедтің есі дұрыс емес стратегиясы бойынша оны аман алып қалмақшы болды. Бірақ сот қызметкері Тедтің ақыл есі дұрыс болмаса өзін қорғай алмаушы еді, деп Маргареттің өтінімін мақұлдамайды. Қысқасы, Тедтің халық назарында жүріп өзін көрсеткісі келетіні оның адвокаттарына біраз қиындықтар туғызды. Одан бөлек, оның ақылсыз әрекеттері мен біртүрлі әңгімелері оны ақтай алмайтыны түсінікті болды. Мысалы, Тед куәгер ретінде келген полицейден болған оқиғаны толықтай, бүкіл егжей-тегжейін баяндап беруін сұрайды. Бұл әрекетімен Тед жасаған қылмысын еске алып, ләззаттанғандай болды. Ақыр соңында айыптаушы тарап бұл тартпас дәлелді ұсынды. Тед Бандидің тіс іздері мен қаза болған қыздардың мәйіттеріндегі іздерде сәйкестік табылды. Қорғаушы тарап бұл айғаққа қарсы ештеңе айта алмады. Және сот қызметкерлері айыптаушы тарапында екені сезіле бастады. Тек 6,5 сағаттан кейін ғана сот соңғы шешімін шығарды. Тед Банди барлық тармақтар бойынша кінәлі болып табылып, оған ең қатаң жаза тағайындалды — электр орындығы. Арғарай Тед Бандидің гастрольдік сапары басталды. Әртүрлі штаттарға барып, өзіне жаңа айыптауларды жинап жүрді. Бір қызығы, сот отырыстарында Тед Бандимен таныс емес жас қыздар көп болды. Оларға не үшін келдіңіздер деп сұраған журналистерге қыздар: «Білмеймін. Ол сондай әдемі. Оның қылмыс жасағанына сенбеймін», деп жауап беретін. Осындай қыздардың бірі және бірі гейі Кэрол Энн Бун есімді әйел болды. Ол Тед Бандимен Сиэтлдегі көмек беру орталығында бірге жұмыс істеген болатын. Ол аздай Кэрол Тедті сотта қорғап, оның жақсы, мейірімді, төзімді адам екенін айтады. Бір кезде Тед Кэролдың көзіне қарап тұрып: «Маған тұрмысқа шығасың ба? Саған шынымен үйленгім келеді», деп айтады. Бұл ақылға қонымсыз болып естілсе де, Кэрол келіседі. Бәлкім, бұл сотқа арнайы ойластырылған шоу болды. Ашық түрдегі манипуляция. Үйленейін деп тұрған адамды өлім жазасына кеспеу үшін. Десек те, бұл спектакльдан түк шықпады. Сот Тед Бандиді кінәлі деп шешті. Бірақ Тед Кэрол мен өлім жазасына кесілгендердің камерасында отырып көрісіп жүрді. Ол аздай 1982 жылы Кэрол Тедтен қыз босанды. Апелляциялардан нәтиже шықпағасын Тед Банди түрмеге қамалды, өлім жазасына кесілгенше. Әрине, Тедтің өлгісі келмеді. Сол үшін барынша уақыт созуға тырысты. Видеоның басында аталған сұхбатты беру барысында Тед өзінің қылмыстарын үшінші тұлға ретінде баяндады.
ертең оның сөздерін өзіне қарсы пайдаланбау үшін. Тедтің сөзінше, ол қыздарды мүлік ретінде көретін. Ал оларды өлтіргесін, олар толықтай оған тиесілі болып кететін. Одан бөлек, Тед Банди ФБР мен серіктес болуға келіседі. Маньяктардың психологиялық портретін жинап жүрген ФБР Тед Бандиге ерекше қызықты. Өзін зерттеуден бөлек, Тед Банди басқа істерге де көмегін ұсынды. Белгілі бір қылмыскердің профилін жасап, оның не істей алатынын болжап беретін. Қысқасы, Тед ФБР-ге біраз пайдалы ақпараттар берді. 9 жылдың ішінде Тед Бандидің соты 3 рет кейінге шегерілді. Кезекті сот отырысында Тед Банди ешкім білмейтін құрбандары жайында айтып беремін, және олардың қайда жерленгенін көрсетемін деп шықты. Бірақ бұл жолы өлім жазасын шегеруге ешкім келіспеді. Тедтің сөздеріне ешкім сенген жоқ. 24 қаңтар 1989 жылы таңғы 7:16-да Тед Банди электр орындығында өлім жазасына кесілді. Түрменің сыртында жиналған адамдар қуанышпен салюттар атып, Тед Бандидің мәйітін алып кеткен катафалкты шығарып салды. Ақыл есі дұрыс бола тұра, сонша қыздың қанын ішкен, ең ақылды және ең айлакер қылмыскердің жұмбағы әлі күнге дейін шешілмеген сияқты. Баршаңызға аманшылық. Қызықты видеоларда көріскенше.